Men Айтқұлды 1985 жылдан бастап бірге жұмыс жасағаннан білемін. Бұның алдында екеуміз екі салада жасадық қой. Айтқұл әуелі ара-баллистада фтизиатр болып келді. Мен 70 жылдан бері темір жолдың больницасындамын. 85 жылы Айтқұл темір жолдың больницасында да, ара-больницада да фтизиатр болып жұмыс жасады. Және қосымша терапия бөлімінде дежурствода болды. Мен білетін Айтқұл өте өз ісіне маман адам еді. Өлмейін кітап оқып, білімін көтеріп тұратын. Менің таңғалатыным, Айтқұл рентген-снимоктардың оқыған жоқ, өзінің кітап оқуының, өзінің талаптану арқасында мына туберкулез ауруларының рентген-снимоктарын өзі оқып, өзі қарайтын еді. Бізге келген адамдар Айтқұлдың рентгенді берген заключениесіменен емін бергенде қалай бір-біріне сондай точно келеді деп таңғалатын. Дежурствода тұрып жүрді. Сонымен қатар Айтқұл өз ісінде халық емінде пайдалана білді. Оны жұрттың бәрі біледі. Халық емімен займас етіп, народный медицина дейміз ғой. Соның бағыттарында да жұмыс жасады. Мен білетін Айтқұл өзін постоянно кітап оқу арқылы, медицина кітаптарын оқу арқылы өз білімін көтеріп жүрді. Дежурствода да тұрды, терапияда дежурствода тұрды. Ол кездерде көптеген адамдарға өз көмегін көрсетті. Балаларды да қарады. Олардың да ел ішінде Айтқұл жөнінде ешқандай ырза болмаған адамдарды, пациенттерді мен көрген жоқпын. Бәрі де Айтқұлға келдім, Айтқұл сонда ем берді, содан балам жақсы болып кетті. Өзім де Айтқұлға келдім, Айтқұлдан ем алдым, жақсы болып кеттім деп ырза болып жүретін. Мына ұзаққа созылған дертіне байланысты ортамыздан ертерек кетті. Айтқұлдың әлде де тірі болған уақытта оның бергенінен берері көп. Емдерді талай адамдардың емдерін